Доған есін белгісіз жерде жияды. Ол Чағланың қайда екенін сұрайды. Белгісіз әйел оның аман екенін айтып, байлауда отқан Чағланы көрсетеді. Алайда Доған оған сенбей, Чағланы босатуды талап етеді. Әйел болса өзін Шимшектің адамы екенін білдіріп, Доғанға отбасындағы мәселелерді шешіп, Измирге оралу үшін небәрі 3 күн уақыты бар екенін айтады. Ол дәлел ретінде Синанға қатысты суреттерді Доғанға беріп, прокурорға айтып Мелекті босатып аласың дейді. Доған келісіп құпия Қобдишаның қайда екенін сұрайды. Әлгі әйел отбасылық құпияларының жария болмайды деп сендіріп, Қобдиша өздерінде екенін меңзейді. Ал Доған басы айналып есінен танып қалады. Ал Доғанның телефоны өшіп көлігі қараусыз қалғандықтан Йылмаз әлгі Қобдишаны іздей бастайды. Алаңдаған Фикрет полиция шақыруды ұсынғанымен, Йылмаз оған Доғанның бір затты алып байланысқа шықпай жүр деп ойлап, әзірге бұл жайлы ешкімге айтпауды сұрайды. Ал Чағла белгісіз жерде көмек сұрап айқайлап жатқанда, экраннан әкесінің қаза болған суреттері көрсетіледі. Әкесінің өлімі хан жоғлулардың ауласында болғанын, және Доған үйіне алғаш кіргенде сол жерден неге айналып өткені есіне түседі. Артынша аудио жазба қосылады. Онда Тахир мен Ахмет Юсуфтың өліміне Берданды соттатуды жоспарлайды. Сондай-ақ Тахир Юсуфтың өліміне Синанды кінәлап, бұл оқиға оның ар-ұжданына жүк болғаны айтылады. Осыны естіген Чағла әкесінің өліміне Синанды кінәлап көзіне жас алады. Ал Синан болса Юсуптың қабіріне келіп, зират қараушыдан оның қыздары туралы сұрайды. Қараушы Юсуптың қыздары мереке сайын әкесінің басына келіп тұратынын айтады. Синан олардың мекен жайы не телефон нөмірі бар жоғын сұрағанымен, қараушы ондай мәлімет жоқ екенін жеткізеді. Содан кейін ол қараушыға ақша беріп, Юсуптың қабіріне жақсылап қарауын өтінеді. Кейін Бихрамға хабарласып, өзіне қатысты суреттерді сұрайды. Бихрам болса кеме айлағындағы билікті қолына алғаннан кейін ғана суреттерді беретінін айтады. Осылайша ол Синанды өзіне тәуелді етіп ұстайды. Шимшектің адамдары Чағлаға жақындап Юсуфтың қызы екенін бұрыннан білетінін айтып, бұл құпияны хан жоғлуларға, тіпті Доғанға да айтпайтынын білдіреді. Не қалайтындарын сұраған Чағлаға, оның жауабын уақыты келгенде білетінін айтып, оның басына қап кигізіп күштеп алып кетеді. Тахир есін жиып көзін ашады. Ләмия мұны жақсылықтың белгісі деп үміттенеді. Дәрігер оның толық есін жию үшін әлі уақыт қажет екенін түсіндіреді. Ал жақындары Тахирдан Мелек үшін есін жинауды өтінеді. Бихрам Махинурды бақылап әлі күнге дейін сүйетінін, Юсуфты өлтірмегенін және өзіне жала жабылғанын Генджоға айтады. Генджо оны сабырға шақырып Махинурды күзетіп жүргенін және Шимшекке суреттерді беріп қойғандықтан Синанға не деп айтатынын сұрайды. Бихрам әзірге Доғаннан құпия Қобдишаны қолға түсірген соң ғана келесі қадамды жасайтынын меңзейді. Доған мен Чағла теңіз жағасында есін жияды. Доған оған Шимшектің адамдары өздерін ұрлап кеткенін айтып, Тахирге жасалған қастандыққа Синанның қатысы барын дәлелдейтін суреттерді көрсетеді. Чағла бұл айғақтарды бірден прокурорға өткізіп, Мелекті босатуды ұсынғанымен, Доған алдымен Синанмен бетпе-бет сөйлескісі келетінін айтып, дәлелдерді өзінде қалдырады. Чағла Бихрамға келіп Шимшектің адамдары оларды ұрлап кеткенін айтып, әкесінің өліміне қатысты сұмдық шындықты жеткізеді. Оның айтуынша, Тахир Юсуфтың өлімін Бихрамға жапқанын, ал шын мәнінде әкесін өлтірген Синан деп болжайды. Мұны естіген Бихрам ашуланып, хан жоғлу әулетінен бірге кек алуға уәде береді. Ал Чағла әкесін не үшін өлтіргенін білгісі келетінін айтып, бұл құпияның Махинурдың тағдырымен байланысты екеніне күмәнданады. Ашуланған Чағла прокурорға хабарласып Синанның кінәсін дәлелдейтін суреттер табылғанын айтады. Прокурор дәлелдерді алған соң бірден полицияны хан жоғлулардың үйіне жіберетінін білдіреді. Тахир көзін ашқанымен Доған әкесінен Мелекті түрмеден құтқаратын шындықты айтуды сұраса да, әкесінен жауап ала алмайды. Бихрам адамдарына Синанды тауып көзін жоюды ұсынады. Генджо мұның салдары ауыр болатынын ескертсе де, Бихрам кері жолдың әлдеқашан жабылғанын айтып, Синанды өлтіріп, мәйітін теңізге тастауды бұйырады. Чағла хан жоғлулардың үйіне келіп, әкесі қаза тапқан аулаға тоқтайды. Әкесін Синан өлтірді деп ойлап көзіне жас алады. Ол сыр білдірмей Доғаннан маңызды құжаттарды алатынын айтады. Фикрет көмектеспек болғанымен Чағла құжаттарды өзі алатынын айтып, Синанға қатысты айғақ суреттерді бөлмеден іздей бастайды. Тахирдің есін жиғанын естіген Синан үйге келеді. Доған оны оңаша шақырып, әкесіне қастандық жасағанын және кінәні Мелекке жапқанын бетіне басады.
Сондай-ақ қолындағы дәлелдерді полицияға тапсырып, Мелекті түрмеден шығаратынын айтады. Бұған ашуланған Синан Доғанға қару кезейді. Сол сәтте Тахирдің жағдайы күрт нашарлап, тынысы тарылады. Доған дереу әкесіне дәрі егіп, өмірін сақтап қалады, ал Синан үнсіз бөлмеден шығып кетеді. Осы уақытта алтын киімдерін жинап, қомақты қаражатпен шетелге қашуға дайындалады. Ал Чағла Синанның қылмысын дәлелдейтін суреттерді тауып, оларды телефонына түсіріп, прокурорды шақырады. Синан үйдің маңына полициялардың келгенін көріп, білдірмей қашып кетеді. Доған мен отбасы полицияның не үшін келгенін сұрағанда, Чағла Синанға қарсы табылған дәлелдерді прокурорға береді. Осыдан кейін Синанға іздеу жарияланып, Доған Чағлаға деген сенімін жоғалтып, онымен байланысын үзеді. Полициядан қашқан Синан Бихрамнан көмек сұрайды. Бірақ Бихрам оны құтқарудың орнына қолайлы сәтті күтіп атып өлтірмек болады. Алайда сол сәтте алтын келіп, Синанды көлікке отырғызып алып кетеді. Осылайша Бихрамның жоспары іске аспай қалады.